Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздермен біз 69-шы тест нұсқасын қалған есептерін талдайтын боламыз. 5-ші есеп. Балалардың жүзу хауызына бару үшін бір реттік төлем 500 теңге, ал 24 рет баруға арналған абонемент 9600 теңге. Абонемент құны бір реттік төлемге қарағанда неше пайызға үнемді екенін анықтаңыз депті. Алдыменен біз 24 рет баруға 500 теңгеден төлесе қанша ақша кетуін есептеп алайық. 24-ті 500-ге көбейтеміз, бізде 12 мың болады. Енді сол шыққан жауаптан абонемент ақысы 9600 теңгені азайтып алайық. 12 мыңнан азайтамыз 9600-ді. Тең болады 2400. Демек, абонемент төлем бір реттік төлемге қарағанда 2400 теңгеге үнемдірек болады екен. Енді пайызын табайық. Пайызын табу үшін екеуін қатынасын 100 пайызға көбейтеміз. 2400 бөлеміз 12 мың, көбейтеміз 100 пайыз. 2 нөлдерін қысқартамыз. Екеуінен де 24 пен бізде 120 қалды. Екеуі де 24-ке қысқарады. 24-ті 24-ке бөлсек 1 болады. 120-ны 24-ке бөлсек бізде 5-тен түседі. 1 бөлеміз 5, көбейтеміз тағы 100 пайыз. 100 пен 5 қысқарады, 5-ке қысқарады. Демек 100-ді 5-ке бөлсек 20 шығады. 20 пайыз үнемді екен. С вариантында дұрыс жауап. 6-шы есеп. Өлшемдері 1 см көбейту 1 см төрткіз бетіне салынған фигураның ауданын табыңыз. Енді біз бұл жерде пик формуласын қолданып көрейік. Пик формуласы бізде S-тен шекара түйіншектерін 2-ге бөліп, оған ішкі түйіншектерін қосып, бірін азайтқанға тең еді. Енді шымны және ені тауып алайық. Ш дегеніміз қазір айтқанда шекара түйіншектері 1, 2, 3, 4. Демек шымыз бізде 4-ге тең екен. Ішкі түйіншектерді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Еміз 5-ге тең екен. Енді формуланы орнына апарып қоямыз. S тең, шының орнына 4, бөлеміз 2, қосамыз, енің орнына 5-ті қоямыз. Азайтамыз 1. Тең болады бізде 4-2 бөлсек 2, оған 5 қосамыз, азайтамыз 1. 7-тен 1 кетсе 6 см, ауданның бірлігі бізде квадрат еді. 6 см квадрат Б дұрыс жауап. Келесі есеп. 7-ші есеп. Тізбектес 2 натурал санының көбейтіндісі 182-ге тең. Осы сандардың қосындысын табыңыз. N сан, одан кейін тізбектес болғандықтан n қосамыз 1, жақшаның ішіне жазамыз. Екеуінің көбейтіндісі тең екен 182-ге. Енді n табу үшін біз теңдеу құрастырып, шешіп алып n-ді табамыз. Демек, жақшаны ашып шығамыз. n-ге көбейтсек n квадрат, n-ді 1-ге көбейтетін болсақ n тең 182. n квадрат қосамыз n, азайтамыз 182 тең 0-ге теңеп аламыз. Бізде квадрат теңдеу болды. Квадрат теңдеуді шешеміз. Демек, А бізде 1-ге тең, Б 1-ге тең, С-мыз бізде минус 182-ге тең. Формуласы бізде дискриминантты табу формуласы келесідей еді. Д тең Б квадрат минус 4 көбейтірілген А көбейтірілген С. Формуланы орнына қоямыз. Д тең Б бізде 1, 1-нің квадраты, азайтамыз 4 көбейтірілген А 1-ге, С бізде минус 182-ге тең. 1-дің квадраты 1, минус бізде оң тағы плюс болады. 4 көбейтірілген 182. 4-ті 182-ге көбейтетін болсақ бізде 728 шығады. 1-ге 728 қосатын болсақ 729. Бұл бізге 27-нің квадратын береді. Енді түбірлерін табып алайық. Түбірлерін табу формуласы бізде x1, 2-міз тең еді. Минус b плюс минус түбірасы дискриминант бөлімінде 2 көбейтірілген а. Орнына қоямыз. x1-ін табу үшін біз 1 еді, минус формулада бар, сондықтан минус 1 азайтамыз. Түбірастан бізде 27 шықты, дискриминантымыз 2, а-мыз 1-ге тең, сондықтан 1-ді жазбай қояйық. Минус 1 минус 27 минус 28-ді береді. 28-ді 2-ге бөлсек минус 14. Екінші түбіріміз x тең минус 1, қосамыз 27, бөлеміз 2. 27-тен 1 кетсе 26, 26-ны 2-ге бөлетін болсақ 13.
Енді қосындысы деп отыр ғой, 2-ті 1-ті қоса саламыз, 14-ке 13-ті қосамыз, бізде 27 деген сан шығады. Бұл бізде А вариантында дұрыс жауабымыз тұр. 8-ші есеп 6, 9, 18, 30, 49, 69, 84 сандық жиынтықтағы заңдылықты анықтап артық мүшені табыңыз депті. Бұл жерде біз кейінгі тұрған саннан алдыңғы тұрған санды азайтып жазайық. 9 азайтамыз 6 тең 3-ке, 18 азайтамыз 9-ға тең 9, келесісі 30 азайтамыз 18 тең 12-ге. Енді 49-дан 30-ды азайтамыз, бізде тең болады 19-ға. Келесі сан бізде 69 екен, 69-дан алдыңғы тұрған сан 84, 69 азайтамыз 49 тең 20. Енді 84-тен 69-ды азайтамыз, тең екен 15-ге. Бұл жерде көріп тұрғандарыңызда 49-ға келгенде біздің заңдылық кішкене өзгерді. Енді шыққан жауаптарда тура осындай кейінгі тұрған саннан алдыңғы тұрған санды азайтып жазайық. 9-дан 3-ті азайтамыз 6, 12-ден 9-ды азайтамыз 3, 19-дан 12-ні азайтамыз 7, 20-дан 19-ды азайтамыз 1. Келесі 15-ден 20-ны азайтамыз. Бізде 20 үлкен сан, сондықтан да үлкеннен кішісі азайтып, үлкеннің таңбасы қойылады. Бізде -5 деген жауап шығады. Демек бізде заңдылық бұзылған 49 санда екен. С вариантын белгілейміз. 9-ші есеп 1-ден 100-ге дейінгі натурал сандар жазылған 100 карточка берілген кездейсоқ бір карточканы алғанда ондағы 6 санға есел бұл ықтималдығын табыңыз. Бізде бұл комбинаторика. N бар бізде 100-ге тең, енді M-ді табалық. M-ді табу үшін 100-ді 6-ға бөлейік. 100-ді 6-ға бөлгенде бізде 16,6 деген сан шығады. Оны жоқтап біз 16 деп алайық. Енді классикалық комбинаториканың формуласы бізде P тең M бөлеміз N еді. Енді орнына қояйық. M бізде N-іміз 100-ге тең, M қаз тапқандай 16-ға тең жазамыз 16. Формулаға апарып қоямыз. P тең 16 бөлімінде 100. 16-ны 100-ге бөлетін болсақ, бізде 0,116 шығады. Бұл бізде Б вариантта дұрыс жауап тұр. 10-ші есеп кестедегі заңдылықты анықтап, X-ның орнындағы мәнін табыңыз дейді. Бізде кесте берілген, әр кестеміз ұяшықтарға бөлінген. Енді заңдылықты анықтап көрейік. Бірінші сан тең деп көрейік. Екінші сан үшінші санға көбейтіп, оған төртінші сан қосқанда. Бірінші сан бізде 6, 6-ны 2 көбейтсек 12, 2-ге 16-ны қосатын болсақ, бізде 48 деген жауап шықпайды. Демек бұл заңдылық бұл жерде қолданбаймыз. Енді келесі заңдылықты анықтап көрейік. Енді соңғы санды табу үшін бізде соңғы сан 16 болып тұр. Бірінші қатардағы ұяшықтың соңғысы тең деп көрейік оны. Енді бірінші санды келесі екі санға бөлгендегі бірінші сан бөлімінде екінші және үшінші санның көбейтіндісін жазып көрейік. Көбейтеміз үшінші санды, жақшаны жауап, оны квадраттап көрейік. Енді осы формуланың орнына қойып көрейік. Демек бізде соңғы санымыз 16. Енді бірінші сан бізде 48. Екінші сан бізде 6. Көбейтеміз 2, үшінші сан. Енді жақшаға квадраттайық. 6-ны 2 көбейтсек 12. 48-ді біз 12-ге бөлетін болсақ 4 шығады. 4-тің квадраттасақ, 4-тің квадраты бізде 16-ға тең. Демек, осы заңдылығымыз дұрыс келеді екен. Енді бізден сұраған X-дағы ұяшықтың орындағы сандарды қойып көрейік. Бізде бірінші сан 90, 5 көбейтеміз 2, екінші және үшінші сан. Енді 90-ды 5 көбейтеміз 2-ге бөлетін болсақ, 5 2 көбейтсек 10, 90-ды 10-ға бөлсек 9, 9-дың квадраты бізде болады. 9-дың квадраты бізде 81-ге тең.
Демек, x-ның орындағы сан бізде 81 екен. Бұл жерде B вариантында дұрыс жауап тұр.